Баршаңызға сәлем, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі жұп-жұмсақ, дәмі өте ерекше болып шығатын оңай пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаға қантты салып, ешқандай миксердің қажеті жоқ, жай ғана венчикпен жұмыртқа мен қант біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне ертілген сармай қосамыз. Менде сармай 72-де 5, 82-де 5 сармайларды қолданамын. Және де қаймақ, 20% қаймақ, кез келген қаймақты салуға болады. Қаймақты салған соң жақсылап араластырамыз. Бұл да біркелкі болуы керек. Содан соң үстінен разрыхлитель және де какао, ұн барлығын ұнелегішпен өткізіп дайындап алыңыздар. Мен кәдімгі разрыхлитель салдым. Описанияға толық құрамын жазып қалдырып кетемін. Какаоны да ұнелегішпен өткізіп алдым. Онда да дәл солай. Және де біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Миксерсіз ақ өте биік болып көтеріліп шығады. Және де өте нәзік болып шығады. Ешқандай түйіршік қалмағайтындай осындай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді арнайы форма, менде осындай форма бар. Үстіне пергамент қағазын төсеп, салмасын салып алатын боламыз. Барлығын салып, және де бетін бір тегістеп шығамыз. Және де бұл пирогтың ерекшелігі, бұның ерекше формасында қазір сізге творог қосылған салмасын ерекше етіп жасайтын боламыз. Мынаны бір тегістеп төсеп болған соң қазір көрсететін боламын. Біркелкі етіп төсеп алдық. Енді бізге творог қажет болады. Қарапайым творогқа қант салып жасасаңыздар да болады. Мен дүкеннен осындай жаңағыдай ваниль қосылған творогты алдым. Өте тәтті екен, сол себепті қант қосқан жоқпын. Сіздер қант қосып жасайсыздар. Творог және де қант и бір ас қасық қаймақ саласыздар. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Менің творогыма осындай өзінің қанты болғандықтан мен қант салған жоқпын. Осылай барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Және де арнайы осындай қапшыққа саласыздар. Құйғанға бір ыңғайлы болу үшін біркелкі болғанша жақсылап араластырдық. Бұл творогымен өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Сол себепті осылай жасаңыздар. Осындай қапшыққа салып, үстінен осылай сызықтар жүргіземіз. Кішкене қоюлау болады. Бір-біріне кішкене біріктіріп жіберсеңіздер болады. Алдын ала пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. 180 градуста шамамен 20-25 минут шамасында пісіп шығады. Енді ол сіздің пешіңіздің градусына байланысты. Міне бізде пісіп шықты. Бұл пирог бетіндегі творогымен ерекше дәмді болып шығады. Әсіресе ыстық күйінде, ыстық шаймен керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңызға жауап жазатын боламын. Ал егер сіздерге видео пайдалы болса, менің каналым дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.